1973 жылы Еңбек ауылында алғаш мектеп ашылып, жас мамандардың алдыңғы легінде арман қуып барған Сара мен Меңдіғаным апамыз бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек жолын бастады. Ол кезде олардың баспанасы Набидолла аға мен Муслима анамыздың үйі еді. 1975 жылы мал шаруашылығының білікті маманы, зоотехник Тұяқ әкемізбен тағдыр тоғыстырып, қос жүрек отау құрып, ауылдағы жас шаңырақтардың қатарына қосылды. Жастық жалын, арман мен үміт қатар өріліп, бақытқа толы күндер басталды. Қуанышты сәттер жалғаса берді. 1978 жылдың ақ түтек боранды 12 ақпаны күнді тұңғыш қыздары дүниеге келді. Қызымыз аяулы, мейірімді, сүйкімді болсын деп ата-анасы оған Аяжан деген есім берді. Кейін 1979 жылдың қыркүйегінде тағы бір сәбидің үні шаңырақты шаттыққа бөледі. Көзіміздің жанары нұры болсын деген ізгі тілекпен оған Жанар деп ат қойылды. 1981 жылдың маусым айында өмірге келген үшінші қыздарын ата-анасы алтынға бергісіз, ардақты болсын деп Камшат деп атады. Ал 1984 жылдың қыркүйегінде төртінші қыздары дүние есігін ашып, жақындарына Сая, қорған болсын деп ыстық ықыласпен Гүлсая есімін иеленді. Мырзағалиевтар әулетіне 1986 жылы көптен күткен ұл келіп, әулеттің түтіні түзу ұшты. Мұрадым Құдайдан сұрадым деп қуаныштан төбелері көкке жеткен ата-анасы ұлдарына Мұрадым деп ат қойды. Сөйтіп, шаңырақтың шаттығы еселеніп, қыздардың соңынан ер жеткен ер бала әулеттің арқа сүйер ұлына айналды. Тұяқ аға мен Сара апамыз 35 жыл бойы еңбек ауылында табан аудармай еңбек етіп, елдің сыйына бөленді. Олардың шаңырағынан қонақ үзілмеді, дастарханы жиылып көрмеді. Бар жиған тергендерін перзенттерін оқытуға, білім алдыруға жұмсап, әрбіріне тәлім мен тәрбие берді. 2008 жылы ұлдары Мұрадым Ғұмар Қараш атындағы мектеп-гимназияда мұғалім болып қызметке орналасқандықтан әулет Қарабы ауылына қоныс аударды. Осылайша жаңа ортада да берекелі әулеттің даңқы жалғаса берді. Қыздарын қияға қондырып, алғашқы жиендерін дүниеге келумен ата-әже атанды. 2013 жылы жалғыз ұлдары Мұрадым жаңа қала елінен Индира есімді ибалы келін түсіріп, әулетке жаңа қуаныш қосты. Ал 2014 жылы тұңғыш немерелері Ақнұр дүниеге келіп, бақыттарының бағы еселенді. Бұл әулет әрдайым дастарханы жаюлы, іші ынтымаққа толы, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсеткен өнегелі отбасы. Берекесі мен бірлігі жарасқан бұл үй ағайын туыс, дос жаранбас қосатын қасиетті қара шаңырақ. Қазіргі таңда олар 14 жиеннің, 4 немеренің, 2 жиеншардың қызығына кенеліп отырған бақытты ата-әже. Міне, бүгін шаңырақ көтергендеріне 50 жыл толып отыр. Бір шаңырақ астында ұрпақ өсіріп, елге өнеге көрсеткен қос қазына әке мен ананың ғұмыр жолы бәріміз үшін мақтаныш. 50 жыл елге үлгі болып, тектіліктің туын көтерген достарына сыйлы, ағайынға қадірлі әулеттің алтын тойы құтты болсын. Тәрбиесімен, өнегесімен ұрпағына үлгі болып отырған әке мен анаға Алла ұзақ ғұмыр берсін. Тәрбие мен тәлім берген санамызға, алтын той әкеміз бен анамызға, 50 жыл бірге отау құрғанына әке ана біздер үшін ең дарасын.